ақпараттық танымдық сабақтарымызды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы тәуелсіздік және тарихи тұлға. 2012 жылы халқымыздың біртуар перзенті, аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 100 жыл толды. 2012 жылы 15 қаңтарда кезектен тыс парламент сайлауы өтті. Нәтижесінде еліміздің заң шығарушы органы көп партиялы атанды. Парламентке Нұр Отан партиясынан бөлек Ақ жол мен Қазақстанның халықтық коммунистік партиясы өтті. 2012 жылы Қазақстан 2050 стратегиясы жарияланды. 2012 жылы Лондон Олимпиадасында Қазақстан құрамасы 7 алтын алып, жалпы командалық есепте 12 орынға ие болды. 2012 жылдың 31 мамырында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Астанада бой көтерген ашаршылық құрбандарының ескерткіш монументі ашылды. 2012 жылдың 6 шілдесінде Астанада Әзірет Сұлтан мешітінің ашылу рәсімі өтті. 2012 жылы Қазақстан астанасы Экспо 2017 көрмесін өткізуге байланысты конкурста жеңіске жетті. 2012 жылы алғаш рет қазақстандықтар тұңғыш президент күнін атап өтті. 1 желтоқсан күні Астана қаласында Қазақстан президентінің штандарты көтерілді.